Сәлеметсіздер ме, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге енді қасиеті мол шөптерден қалай шай әзірлеуге болатынын көрсетемін. Бұнда менде душица, мята және зверобой 3 түрлі шөп бар. Сол 3 түрлі шөптен мен қазір шайға арнап осы 3 түрлі банкіге салып қоямын. Дүкеннен сатып алған өнімдерден қалған банкілер, сондықтан да арнайы бір банкілерді сатып алуға барудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Міне бастадық. Бастау үшін бірінші жаңағы мына шөптерден сабағы керек емес, сабағынан басындағы гүлдерін және жапырақтарын түсіру керек біз міне мына ыдысқа. Ол үшін менде жаңадан сатып алынған жаңа қолғап бар. Қолғапты киеміз міндетті түрде. Міне сабақтары бізге керек емес, сондықтан да оны лақтырамыз. Ал жапырағы мен гүлін қараңыздар, қандай керемет. Кеуіп тұрған, қандай түсі де әдемі. Несін айтсаңыздар, мятаның несі керемет. Қалған зверобойды да, душицаны да осылай бөліп сабақтарынан жапырағын, гүлін бөліп аламыз. Міне душицамыз да дайын болды, қараңыздар, қандай керемет. Енді бұны да бөлек бір банкіге салып қоямыз. Енді міне зверобойды істеп жатырмын. Сабағын бүйтіп алып тастаймыз. Жалпы зверобойды көп ішуге болмайды дейді әйел адамдарға. Бұны көбінесе жаңағы еркектерге арналған шөп деп айтып жатады. Шынымды айтсам, білмеймін. Тағы да оқып көру керек. Неге, не үшін қажет екенін. Жалпы мен бұл шөптерді жаңағы бір ем үшін, немесе бір жерімді жаңағы жазу үшін емес. Бұл шөптерді мен көбінесе жаңағы витаминный, иммунитетімді көтеру үшін, және де қыста малинамен қосып, осы шөпті қосып, шай ішкенге не жетсін. Дүкеннің шайына көп қызыға бермеймін, себебі жаңағы білмейсің ғой оларды қалай жасаған, қайдан алғанын. Сондықтан да мен ондай шөптерге, жаңағы шөбі бар шайларға көп қызыға бермеймін дүкеннен алынған. Өзімнің қолыммен жасағанды ұнатамын. Немесе орталық көк базарында осындай шөптерді сатады. Түрлі емге, жаңағы бауырға, бүйрекке, жүрекке деген түрлі шөптерді сатады. Соның ішінде жаңағы витаминный чай дегендері де болады. Витаминный чай дегеніміз жаңағы дәрумендерге бай шай. Демек, оның ішінде шөптің бір 10 түрі болады ғой деймін. Бұрын сол жерден алатынмын. Орталық көк базардан бір стаканы 200 теңгеден. Бірнеше стакан алсаңыз, шынымен де жарты жылға емін-еркін жетеді сізге. Мен өз басыма келген қонақтарға да салып беремін сол шайдан. Әрине бәріне ұнады. Міне зверобой да дайын болды. Қараңыздар. Қараңыздар, міне шайымыз дайын болды. Мынау душица, мынау мята, мынау зверобой. Жаңа көп еді, ал банкіге салған кезде міне кішігірім ғана болып қалды. Сондықтан да жинаған кезде көбірек жинауға тырысыңыздар. Міне енді қыста малинамен бірге осы шөптерді қосып, араластырып, немесе қалаған шөбіңді қосып, шай ішуге болады. Қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздерге қызық болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.